Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі жасалатын тағамымыз мәнпар. Қазақша журма көже. Үш жүз грамм ұнға чай қасық пен жарты қасық тұз, азырақ су құйып жұмсағырақ илеп алдым. Илеп алған ұнымызды 5-6 минут тұндырып қойып, қайтадан иін қандырып илеп, 20 минут май жағып тұндырамыз. Ұнымыз тыңғанша көкөністерді, етімізді турап дайындап аламыз. Қазанға азырақ май құйып етімізді салып қуырамыз. Үстіне зімбір және пияз салып, иісін шығарамыз. Қамырымызға мөлшерлеп қазанға су құямыз. Тыңған қамырымызды жаймалап, ұзыннан созып барлығын дайындап аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін қамырды ұсақтау қып жұлып тастаймыз. Қазанға тұз салып, картопты салып бірге қайнатамыз.
Қамырымыздың барлығын жұлып салып болғаннан кейін 2 қасық томат, кішкене қасықпен 1 қасық қара бұрыш, қалған көкөністердің барлығын саламыз. Мінекей асымыз дайын болды. Каналымызға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып, құнды пікірлеріңізді жазып отырыңыздар.